sınıfqa birikip alamız. Qalay to'xtasangiz, mana joqda sizlarga jasirın shamlarimiz bor, solarni alib to'xtab beramiz. Kelamiz, tez-tez birikib qo'yib. To'g'ramiz. Buraya Екінші топқа барасың. Екінші топқа барасың. Сенде? Бірінші топқа барасың. Екі. Сенде? Бір барасың. Бірге барасың. Бірге барасың. Бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру дейді. Мұғалімнің көмегімен мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойды анықтайды екенбіз. Және сіздерге тілдік бағдар ретінде сан есімдерді үйрену берілген екен. Енді балалар дұрыс, бірінші сөйлем қандай еді? Сен айтады ғой, бізде мүсінші деген сөзде қанша дауысты дыбыс бар? 3 дауысты дыбыс бар. Енді тағы бір сөйлемді бірінші топтан тыңдайтын боламыз. Кім оқып береді? Фарқ оқи сал. Екінші сөйлемді. Мектебімізде бар. Бәрекелді. Бар деген сөзде қанша дауысты дыбыс бар? Дауысты дыбыс бар. Келіңіз тағы өткен сабақтарды қайталау үшін сіздерге бір ойын дайындап келдік. Қараймыз. Қараймыз тақтаға шығады. Бұл топтан Билал тақтаға шығады. Екі оқушы тақтаға шығады. Сіздер жазасыздар. Біздегі екінші тапсырма сұрақтарына жауап бер дейді. Және сан есімдердің астына сызамыз. Қандай ақ болып тұр? Дауысты дыбыстар. Болдың ба? Бұл жерде сан есім бар ма екен? Иә. Қайсы сөз сан есім болып тұр? Үшінші қабат. Үшінші деген сөз бізде сан есім болып тұр. Бәрекелді, жарайсың. Біздің сыныпта қанша оқушы бар? 12. Біздің тобымызда бар 12 оқушы бар. Хамиджан айта сал, қанша қыз бар? Қанша қыз бар екен? Орнынан тұрып айтасың. 6 қыз бар екен. Бұл жерде біз сан есімдерді кездестіріп тұрмыз ба? Қайсысы сан есім? 13, 6 деген сөздеріміз, 7 деген сөздеріміз бізде сан есім болып табылады екен. Енді Ал енді сана неше орындық, неше парта, неше үстел, неше тақта бар екен біздің сыныпта. неше оқушы бар екен? 12 оқушы бар екен. Сыныпқа қара, ал енді
Aldı sana neşe orunduk, neşe battı, neşe üstü, neşe taktı var ekan bizning sınıfta. Qaraymiz, sinfda qancha parta bor ekan? 9 parta bor ekan deylik. Endi topshirmalarni o'ta yaxshi o'rindab qayta topshiringiz kelyapti. Peshonamizga tengani tug'ilgan kunim to'yladik ya. Qozog'istonda 15-chi qarashlar kuni tengani tug'ilgan kuni bo'ladi. So'g'an bayramsiz sizlarga eslik uchun o'zi tashkilotlarga to'g'ri kelib o'tir. Staymiz. Al endi 7-to'g'ri jarasdan. Endi bolalar uyga taqsimlarni olamiz. Kitabimizdan taqsimlarni qarang. Suratlarga qara, suratlar qurab jaz deydi. Uyga taqsimlarmi? Iya.